Абдурхан Абдурахимович, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Представьтесь, пожалуйста. Мен Абдурахман Абдурахимович Махмудов. Туғанмын Қарғалықта. Анасын бізді Қарғалықтан қуып, атам рабочий болған асын. Кеттік Сөленкаға. Сөленкада мені өстім. Сөленкада өстім, Сөленкада мектепке бардым. Сол сөйтіп, мектепте болғанда меға бір затымды нешек айтпағанды біраз бізді кемсіткенде болдылар, оқытушы. Бірінші, төртінші класстарда. Халби апай деген бар еді. Біз енді бардығымыз ноғайлар, біз бірнендей арамызда зат жоқ, орысша еткенде сомнение жоқ, что біз кімдір башқа. Барымыз ноғайлар, ноғайша сөйлесеміз. Енді мектепте де татар тілін оқысақ та ноғайша сөйлеміз. Анау Халби апай деді, сізді қойыңыз дейді, өзіңізді ноғайша ялпақ ноғай тілін сөйлемегенде қой деп деді, керек нешке әдебиет тілі білен сөйлешерге деп. Мен айтам бұнды, неге бұл біздің тілімізді солай кемсітіп айтады екен деп ойланған еді менде. Сол ойланып, өзіміздің ноғайлығымызды білеміз біз, бізді кім айтады татар деп, орыстар деді бізді татар деп. Оларға барлығы татарлар бұрын-бұрыннан ноғай болсын татар, қамық болсын татар, Әзербайжан болса, ол да татар, бүтін күншығыс халқын барлығын татар дейді. Все не русские татары. Да, күнбатысты барлығы неміс оларға. Англишан болсын, француз барлығы немістер оларға. Вот сондай сөзменен енді бізде енді қазір Татарстан болып, неде қайдан, неде оның заты енді причин білмеймін. Яқшы мен тарихшы түгіл. Соның үшін онда да түрлі халық болды Татарстанда. Мен сол болып мен Мелі депутаты. Сол депутат болған заманда көршім көп халық ғалимдар арасында көзіне қарағанда көріп тұрым, енді езіне қарағанда ноғай. Татар дейді, мен айтам, сен қазып қарайым, атан кім, бабан кім деді, ноғай болып шығады. Анан қарайым тағында татарды беріп, сөйлесіп қазып қарасам ноғай болып шығады. Меніңше бір 60-70% одан ноғайлар яшейді. Қайда? Татарстанда. Ондан онда түрлі халық бар, типтерлер, крашинлер бар, мишарлер бар, түрлі түркі халықтары, түрк милләтлері. Біз енді айтпаймыз ол яқутты татарин деп. Яқут болсын, ноғай болсын, мишар болсын, бұлғар болсын, барлығы түркі халықтары. Но татар деген сөз орыстан шығарған сөз. Ол бұрынғы бір қабила болған Моңғол еді. Қашандар Шыңғысхан олар қырған. Қалған ол халық, қалмағаны белгісіз тарихшылар, мына ғалимдар бір-бірінен заттадылар, алшалар оның бойынша бірау айтады, қалған дейді, бірау айтады, қалмаған деп. Түбінде кім білген оны. Но біздің тарихымыз, ноғайдың халқы, біздің тарихымыз бек үлкен, бек сәләтлі тарих. Белгілі. Соның үшін менімше біздің тарихта алғылық келеді, башқа халықлар. Алғылар келеді. Неге десем, Уфадан келіп еді ғой бізге ғалимдер. ДНК-да алмаған. Келіп алды біздің қолымыздан ДНК-да ноғайлар бұлар текшеріп берілдер. Бұлар айтады, ноғай халқы дейді башланған 4,5 мың әвәл бұл Кавказияның көзейінде, Северный Кавказда. Қара деңгіздің бойынан башланған бұл халық. Сөйтіп, таратып, дағуат етіп, бұлар біздің халық мынау Алтай бетке қатым барып жетіп. Алтай бетке барып жетіп, сонда бар деткені Қытаймен соғышадылар бар. Қытай айтса, әр заман біздің халықты семейді. Соғыштарына қазірге беліп тұр заты. Мынау Түркістаннан не үйет, біздің
доғытыр үстінінде инет берілер. Сөйтіп, сонда бір ханның баласы оның отряды Қытайдың әскеріменен соғышқан заманда затымнардың отряды әскерінде қырылып бітеді. Бұл өзі яраланған. Шол заманда Алладың әміріменен бөрілер шығып, мынау ханның баласын түсіменен алып қашады таудың тешігіне. Таудың тешігіне әкетіп, соны қайдадыр әкеліп, атасының шатырына әкеліп саладыр. Мына балады. И сонан бұлар бұл дейді, Құдайдың дейді бір мұғжизасы, біз дейді өзіміздің затымызды дейді, руымызды, атымызды дейді, көк бөрі деп дейді. Сонан кеткен көк бөрі, сол көк бөрі ұруынан шыққан Чингисханда, сол көк бөрі ұруынан алған Астырхан хан баштағанда, мында алтын ұлысын. Сонан sıra балады көк бөрі нәсілінен Алтайда әлде бар ол нәсіл. Сонан аладылар мында хан етіп, ол баланың баласын аладылар Қырымға хан етіп, ерелер кетет сөйтіп хан болып. Мына сондай енді мен тек біраз айтқан хабарым менде. Шошы заттарды ой бойынша ойларды таптым. Оның енді заты дұрыслеген Шоқан Велиханов деген просветитель бар қазақтарда. Ол 18-19 ғасырда офицер болған. Өзі де қазақтың ханның баласы oldu. Хан баласы. Шол затта орыс армиясында офицер болып, мынандай жіберділер Қытайға. Оларды тексермегенде Қытайда разведкада болғанда сауда договорларын жазбаға. Сонда барғанда бұл заттар барған жерлерін барлығын күн сайын жазып барады дәптерге. Сол yazған дәптерлерінде бар жазулар. Бұл dedi Қытайда dedi eski kitaplarında Қытайдың dedi. Ғиса пайғамбарға қадар заманда yazılған dedi. Қытайдың бір қабилесі, бір халқы енді бір бөлімі ноғайларда құл болған. Мен dedi, нендейді түрік dedi, милләтін dedi, текшірмем dedi, барып шығады бұл ноғай dedi. Қайсын текшірмен ноғай шығады dedi. Қайсын текшірмен ноғай. Соныңдан ойын барып, шоша хабарларды оқығанасын, дұрысында да біздің дәрежеміз үлкен дәрежелі халық екенбіз біз. Оны да қазір мына не деп айтады мынау ел заттан Финляндияның yanında атын ұмытып қойдым ол елдің. Сонда бір түрік ғалим хатының бар. Карелия? Жоқ, Карелия түгіл, Карелия ол бізде ол. Финляндия ма? Швеция бар, и Швецияда Норвегия? Норвегияда, Норвегия. Шол Норвегияда yaşайды, шол кіші. Ол жазған докторский диссертация біздің шеткенде, орыс шеткенде. Затта Германияда, Алманияда оны заткан, защищать екен, шол диссертация. Сол айтады дейді, мына біздің затқа сөйлешкен біздің алимдермен, ноғай ғалимдермен. Сіз білмейсіз, сіздің нендей дәрежелі тіліңіз, сіз оны сақламайсыз, сақлаңыз. Бұрында, мына орта ғасырларда сіздің тіліңіз болған международный тіл, орыс айтқанда. Халық арасында тіл. Енді екіншіде қазір яңғара мына былтыр мені шақырдылар мынау Атырауға, әвелгі Гурьевқа зат мынан шығыс жасамаға, доклад жасамаға. Біздің мен архитектор бол. Соның үшін мынау ноғай мешіттердің сірлері дейіп доклад жазаяқ едім. Сол жазғанда шошы иштен рас ноғай дегеннесін
енді бірдеңсе спорласа да онда қайдан шыққан ноғай деп шошы хабарды жазып едім мұнда. Ол хабар демек бұларға келіспей шақырып алдар мені. Докладымды алдылар, корректирователер, алай етіне, бұлай етті, сол почти 1-2 ай сонан отырдым, жібердім, өзім шақырмадылар. Айттылар, халық асқана дейді, орын жетпейді, солай ақшамыз азаны деп. Сондайса бір сәбәп таптылар. Но сонда да досым мен мына Құлақов деген Вячеслав біздің археолог алып келді, олардың докладын мұнда қайда да жатыр таба алмай жатырмын соны. Тақтырмда китаптардың арасында яшіріп. Сонда бір қазақ ғалимінің шығышы қызықлы болып шықты. Ол Қытайдан келген ғалим екен. Өзі қазақ. Қашандар Алматыдан келген Қытайға. Қытайда яшайды екен. Қытайдан мына шақыралар мұратта бұл затқа конференцияға дағылатынан. Бұлардың заты конференциясы Джучио Улус деген сөз. Бұлар өздерінің енді санағысы келеді, или анау басшығы санағысы келеме. Мынау Ментимир Шаймиев деп ол сәйки бұлар, секретарь коммунистической партии, хотят себя позиционируют, будто бы наследники Золотой Орды. Джучио Улуса. Ченнан халқы деймін. Шол сәйке бұлар алтын сол Чингисханның ұрғынан деп ясырлар пропаганда. Бойны менің мәктен келіспейді, конечно. Айтқан сөздерім. Шолында, шошы анау Қытайдың yazған әлемнің докладында айтса, оның доклады затқа бағышланған. Алтын Орданың хандардың хатларына бір-біріне хатлар yazады. Бұл хатты бұл затында докладында қарап әліппасынан сол нешік есть подлиннен көрсетеді. И анасын қарап әліппасын латиницасына yazған. Анан енді қазақшаға көшірген. Ана латиншасын оқысан, тап біздің ауылардың, қарилі ноғайлардың, сөрәңкердің, қарғалықтың, қызан, ярылтөбе, қаза ол шошы біздің қалардың төгәрегіндегі ноғайлардың сөзі. Бізді мынау затлар қара ноғайлар етеді, сіз дейді, татар болып кеткенсіз, татарша сөйлейсіңіз дейді. Айтса, шо асыл тіліміз бұл алтын Орданың тілі қалған екен бізде, хандардың сол уақытта тіл. Енді мен мынау Құлақов айтам, что за ерунда? Я считаю, так это же наш язык карелинских нагайцев. А что ты удивляешься, Димагатин? Когда Иван Грозный взял Астраханское ханство, верхняя знать, ханы, ушли в Среднюю Азию, а народ остался здесь, и потому язык-то остался здесь. И вы и есть наследники остатки Золотой Орды. Вот. А қайсылары бізде айтады, сәйке біз қайдандыр көшіп келгеніміз, біз барлығымыз енді бақшашы онды. Мұнда қылатын төгәрәндегі ноғайлар. Бақша өстіреміз, теректер өстіреміз, мадор, қияр, шонынан тұрарымыз ғұмырында. Мұна сондай қызықлы хабарлар. Енді айтым келеді. Мынау неге біз ноғайлар біздің татар болып кеткенімізді. Бұл особенно бұл төгәректегі қаланың төгәрегінде қалды. Ноғай болып кеткеніміз мына мектепте оқыдық қой біз татар тілін. Көбісі затты динді білмейді. Біздің динде ярамайды, мұсылман дініне өзін атын сықпа. Atan кім болды, сен шол боласың. Дүнияда 2 милләт бар. Еврейлер бар, и туарек деген яшид затта. Мынау Африканың көзәйінде яшидлер. Оларда нәсіл барады атадан, то есть анадан. Бүтін башқа дүния халқында
барлығы атадан барады. Енді қазір мынау ученыйлар алимдар да соны айтып тұр ғой. Айтса ДНК-сы бүтін senin nasıl karakteristiklerin, nasıl senin tabiatın, tertibin, bilimin barlığı atadan köşedi ekan balalar. Kız olsun, bala olsun atadan köşedi. Anadan tek biraz kiyimrak köşedi. Ne oldu? Zaten köbisi atadan köşedi ekan. Şunun için atadan nesil baradı. Aytağı yaramaydı. Bilmegenden sonra indi şoldatardı. Bu dinde bilmegenden sonra dinimiz yo'qolib ketadi zatına Kırgızstan'ın. Xalq indi ana zatı Tatarstan mında үлкен propagandası болып, оларда indi kulturası zatı var. Bizim Novayda bir kalmadı o. Ni devletimiz yok, ni medeniyetimiz kalmadı, bir kalmadı bizde. Tübünde medeniyetimizde karak bulsak bizim kulturada bazı kanak zatı kanun aslında onun sarayı batuda. Bunu tağımda kaytım zatın plakın söz boyunca. Onun aldından o Федор Давыдов айтады. Архитектура, дейді, красочность, мозаичных оформлений фасадов архитектуры Золотой Орды намного выше и красивее, чем архитектурные памятники Средней Азии, Бухары и Самарканда. Вот. Bizde болған мына заттың сарайлардың беті алтыннан қапланған. Шундай майлық менен, шундай сәләтлі, шундай үлкен біліміне болған халқымыз. Анасын дин жағынан да бізде динді солай үлкен юғарға көтергендер. Бізде бит мына Алтын Ордада үлкен бір атқазанған енді белгілі суфи біздің мына Қазауыл ауылында қабірінде ятырында Құтлы Қайыр Шашлы ас деген. Мен оны шушы затын китабында, Шоқан Валиханов китабында оқыдым, оның торында жазылған. Бір баласы патша болған Индостанда, бір баласы мына Едіге, Ноғай ордасында. Бір баласы Сирияның патшасы болған. Мана саған ненде үлкен, ненде дәрежелі біздің хандарымыз, адамдарымыз болған. Bizden çıkan Noğaylardan. Şunun için yönetim kirede halk просто bilmegeninin özün bilimi yoğundan, nadanlıktan tatar oldu. Hazır bizge barımıza akırına hazır yaşlar yanға galimler çıkıp yatır. Tarihimizi yaxşı öğrenip, tarihimizi aşıp halkka bildirmeye gerek. Özümüzün tilimizde ашпаға керек. Анан тіл да проблем бар. Қазіргі әдебиет тілі айтқанда Ноғайлардың Қара Ноғайда тілді түрлендіргендер. Көп харфлерді мына кириллицаға көшіп, көп харфлер жоғалған. Мына татарларда ол харфлер бар, ү деген харфлер. Бізде ол жоқ. Анасын бізде қатықы бар, ол жоқ. Қатықты бар, ол жоқ. Ол анау енді ғарап әліпбасында бар еді. Онда да харфлерда ол болмаса да, мынау қызылбаштар, перстар оны өздерін біздіңше енді шошы харфлерді шығарғандар, ондай харфлер бар. Мен оны затта көрдім. Azerbaycan'ın әліпбасында бар еді, Arap әліпбасы. Сонда бүтін шул мынау қазіргі жоғалған харфлер бар онда. Ау харф болмаса тіліміз шығады. Мәселен, вә деген сөзді түріктер біздің бұрынғы и дегенді орысша. Вә или бар вариантын оғаша м дейді. Түріктер вәді вә дейді. Ә деген харфтан е сөйлейді. И Ноғайларда шулай. Емнан ялғанда, мынау енді біздің затымыз, жамғиятымыз заты бірлік еді ол. Мен әлі марқұм затымынан споршы жатайын Равиль менен.
мен айтам, берлік деген сөз, мына Қарағашыда біраз чеканов деген сөз. Берлік. Ол біздерде бірлік деп оқылады. Мен айтам, орыс сені бірлік деп оқимын. Ол осылар барлығы оны оқиды. Сенің датында грамматиканы да білмейді. Олар оны барысы оқиды бірлік. И біздің халықта көбісі бірлік деп оқиды. Жазбакияда бірлік деп. Я болмаса анау вообще сөзде жоғалтпаған. Бірлік деп. Я болмаса лыдың артынан жеді жазбакияда деп. Бұна сондай заттар қызықтылаттар болып шығады бізде. Міндетті бейдіңді тағында айтайын. Біз енді шошы Ноғай жамиятын ашқанда біз Рәвелмен тағында бір 20 адам жиылған. Оқытушылар, көбісінше оқытушылар еді мынау түрлі ауылдардың сейітлерден, Яңғауылдан, Қырықелден оқытушылары. Көбісі Қарағашылар енді. Біздің қарилерден бір өзенің елдеген сонда. Шошы затты Ноғай жамиятын ашып, ақырын біз башладық Ноғайдың атын көтермеге. Аллаға шүкір қадірінен едігі болды. Енді насып етсе Ноғай автономияларын ашамыз. Сөйтіп, Ноғай тілін, Ноғай тарихын, Ноғайдың сәнатын бізге тудырма керек яңғыдан. Өзім ойым бар, бір проект жасап едім, датта мұның Ростаполовты бедеді ол. Сонда духовно-культурный центр деп орыс еткенде. Чтобы онда мешітта болсын, мәдресада болсын, и төңірегінде оның түрлі мына ювелир мастерскойлары болып, заттарды, паласлар тігедеген мастерской болып түрлі киім тігедеген бүтін сол ескі өзіміздің оюларынан, оюдың системаларынан өзіміздің шосы білімдерді, санағатты тудырмаға. Андан қарап, арий басымнан түрлі татарлы шамайды бізді машық деп етілерінде біздің затлар Ноғайлар. Шунды жазуларды. Ол да бізден бір қызықлы бір yolu bizim medeniyet boyunca türlü dağalarda spay etip yazmağa, türlü grafiklarını spaylar. Каллиграфия. Aha, kaligrafi. O şekilde. А бізге вот татар болмаға біз халыққа айтады, ну, что типа татар болмаға лучше, типа единство, типа как бы разделяй властвуй деді за катар. Почему-то. Жоқ, қайды единство, ненде единство болады. Мен айтпарымда мен болдым, делегат болдым. Онда келгенде сен Ноғай, онда олар айтады, сен Ноғай деп. Сами говорят. Олар неді, бізге неді болса бір тиын көмек бар ма мұнда? Или неді, тек затайында айтпаға болады, мұна біздің балалар кетіп татар болып қалады. Мұна дәулет сіздің заты белгілі пример. Или анау заттан жәмінерден кетеділер. Әжіп біздің Ноғай балалар, онда татар болып, яқшы, ершылар, татарша ерлап, Ноғай тілін жоғалтып кетеділер. Біздің дестанарымыз ненде қызықты. Мен ана кішке уақытта өскенде атамеға озатларды ерледаған еді. Мен анасын төгіп түсіндім, бұға кетсе дүние классикасы екен. Бұз жігіт деген ерді. Или Тахир Зухра, Тахирмен Зухра. Анан бір 5-6 затты дестанды ерледаған еді. У нас еще какие-то эпосы болған еді ме? Бізде тоже какие-то біздің халықта записанные, они біздің халық. Онда yazылма халғаны простой халық тек орыс айтқанда ятлап алып, соны заттараған еді. Соны ерледаған ятлап. Мына бір қайта мында Қарғалықта біз оздырған едік, Басир Абдуллинға бағышлап бір мероприятие.
Сонда шақырып едім Дағыстаннан марқұм болып кетті. Ол да Ахмет деген, Нариман ауылынан Ахмет деген жыршы бар. Сол анау бұрынғы заман 40 батырын жырлаған еді. Халық мына ығы-зығы сөйлейділер, анады манады сөйлейділер. Мен сол заманда айтам, мында уже стәлге отырамасын. Ахметтен бір шошы дистанды батырларын жырлап қойшы. Жырламаға башлады домбыраменен. Бір 5 минуттан бүтін тұнып қалды. Неге дейсен, бұл ескі дистанларда біздің генетический память дейді орысша. Бізде ол бар әрбір адамның жүрегінде, әрбір шол сақланады. Ең ешіткен нәрсін халық уянмаға башлайды. Мен қазір яш жігіттерге айтам, Узайыр деген мына біздің бір ершіміз бар. Бәлки ешіткен нәрсін. Мен айтам, Узайыр ерла, дестанларды ерла. Ол сенің борышың. Дестанларды ерласан, халықтың датын тодырасын сен, батырлығын тодырасын. Анан біздің халық, екінші бір заты бар, қызық хабары бар, халық бойынша. Біз үлкен халық болғанбыз. Мынау шошы Кавказдан шыққан заманда 3 метрдан артық бойлы болған халқымыз. И ол вақытылша қайсы уақытта айтады генетический пробой деп, қайсы уақытта шын заттар батырлар туады. Мынау Пушкин заманында язмау Руслан и Людмила деген поэмасы. Шол заманда біздің бір Ноғай ханнан соғыс болғанда, Ноғайлардың соғысқан болса, Ноғайлардың арасында бір үлкен батыр болған. Газеттай ясаған рәсімін бар. Анау затлар аттап артқандар, мынадың белінен мына былай ременнен де шонда үлкен. Мынада халық просто желенмей, зат мына тупына Пушкиннан атып өтіргендер. Шоны өтіріп, башын елға салғанда, шоны көріп, мына Пушкин Руслан етмен деп, сонда анау баш шығады екен. Ол сондай хабар бар. Анасын менің үлкен атам Қасем деген. Оның бойы 2 метр 45 сантиметр болған. Мына Қондыр ауылда туған яшағандар. Бір күн дейді, ол заттан келеді, қаладан бір батыр, Кәрішбәгайды мұнамнан затында ішін сынамаға. Келсе, бұл яға бойында өзінің қайығын ремонтер заты ясап отыр екен. Сәйтіп отырдың дәттірі. Мынау келді, от сұрайды екен. А где тут живет Қасым Батыр Ақбіләк? Онда түсініп ешкілген. Мынау мачты алар екен, указка дейді. Да вон там его дом бетіп дейді. Ана көрген 6 метр таяқтырлай тұрып. Бағанды көдергеніз. Мұна кірішіп болмеген деп қатты кетеді. Батырлығымыз анан екінші қайта шоша бойлы халық торында. Мен 2001-2007 жылдарда ясап еді мынау Ақ мешіттің проекттің реставрациясын и өзінің ішінде шилеген. И шоларда бір қыртқа келді Мәдина апай деген. Сөйлешіп. Олша, мен де дейді, Ноғай дейді. Татарша сөйлешеді, мен де татарша білем, сөйлешіп. Келе мені дейді. Мен де балам дейді, Ноғай ғой дейді. Анасын тұрында. Өйтем не жек. Бізде мұна шошы дейді, мешіттің төгәрегінде тұрған халық дейді, мұна шошы арада. Барлығымызды стартын Ноғайлар дейді. Мұнда дейді, біздің дейді, заттарымыз дейді, халық дейді, биік бойлы дейді. Саудагерлер болған үлкен бізде шошы қалап тұрған Ноғайлардан.